Сәлеметсіздер ме оқушылар мен ұстаздар. Менің бүгінгі жобамның тақырыбы комплекс сандар. Осы комплекс сандар туралы өз түсінігімді жеткізуге тырысамын. Менің жобамның мақсаты қазіргі таңда Қазақстанда көптеген ғылыми басылымдарда комплекс сандар түсініксіз және де қолжетімсіз болуы. Және де мен осы жобамда сіздерге осы алған мәлімімді жеткізуге тырысамын. Және де осы комплекс сандарды нақты бөлігі және де жорамал бөлігі болады. Нақты бөлігі ол x осінде, ал жорамал бөлігі y осінде жатады. Және де комплекс сандарды қосуға, азайтуға, көбейтуге болады. Комплекс сандар алгебралық түрі, тригонометриялық түрі және де геометриялық түрі болады. Үш түрге бөлінеді. Ал енді мысалға келетін болсақ, бізде z-тен 3 плюс q+q 3 и комплекс саны берілген. Z-тің 20 дәрежесін табу үшін біз мулар формуласын қолдану керекпіз. Мулар формуласы бізде z n дәрежесі тен r n дәрежесі косинус фи плюс и синус фи. Бұл формуланы қолданып біз z-тің 20 дәрежесін таба аламыз. Жобамды қорытындылай келе, мен осы тақырыпты толық меңгердім деп ойлаймын. Менің жобам мектеп білімін тереңдетіп оқығысы келетін адамдарға және де оқушыларға пайдалы болады деп ойлаймын.